Ассаламу алейкум, қадірменді халайық. Бізге соңғы кезде имам Мәхди жайлы көп сұрақтар қойылып жатыр. Әсіресе бір жас балдардың көздерінде жас, қолдарын бұлай қойып алып, ей имам Мәхди шықсай, ей имам Мәхди шықсай деген видеоны жіберіп, ұстаз қарасаңшы деп тұрып, соған эмоцияланып, содан әсерленіп жатқан қаншадан қанша адамдарды көріп жатырмыз. Біз осы мәселе жайлы бір-екі ауыз сөз айтқымыз келіп отыр. Біріншіден, имам Мәхди деген кім? Имам Мәхди жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны Мәхди деп атамаған болса да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадистерде, хасан хадистерде имам Мәхди жайлы айтып өткен. Солардың бірінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қияметке жақындаған кезде жер бетінде зұлымдық кеңінен таралып, жер бетінде бұзақылық полный қаптап кеткен кезде жер бетіне әділдік орнатылатын, жер бетінен бұзақылықтан азат ететін жер бетін сондай бір тұлға шығады. Менің ұрпақтарымның арасынан шығады деген, аты менің атым сияқты Мұхаммед болады деген, әкесінің аты Абдулла болады деген хадистер бар. Және жағы хадистердің тағы оқып отыратын болсаңыз, ол Иса алейхиссаламның көктен түсуімен замандас болатындығын, Дәджәлдің шығуымен замандас болатындығын, Яжуж Мәжужбен қатар ғұмыр кешетін сондай бір тұлға болатындығы жайлы айтып өткен. Енді екінші жағы, солай имам Мәхдиді шақыратын видеоларды таратуға. Яки болмаса біздер Құдайдан сұрап, я Раббым Алла, имам Мәхдиді шығаршы. Мынау жағы дүниенің пәлен жерінде, түген жеріндегі мұсылмандарға сол жәрдем берсінші деп дұға жасауға бола ма, болмай ма? Немесе соны шақырып тұрып өзіне шықсайшы деп жаңағының өзіне тікелей жүзденуге бола ма, болмай ма деген сұрақ. Оны шақыру, оны барып оған жүздену деген нәрсе дұрыс емес. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәхди жайлы келген хадистердің ешбірінде Мәхдиді шақырыңдар, басыларыңа іс түсетін болса Мәхдиге жүзденіңдер, ертерек шықсайшы, басыма осындай қиыншылықтар келді, осыдан мен азат етші деп соған жүзденіңдер деген бірде-бір сөзі жоқ. Енді қиыншылық түскен кезде, момын мұсылман адам басына бір сынақ түскен кезде, кез келген адамның сынағы өзіне ауыр. Қазақ айтады, тас түскен жеріне ауыр дейді. Тастың түскен жерінде орын алып қалған болса, адам не істейді десе, ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді, егер жәрдем сұрасаң, Алладан жәрдем сұра дейді. Егер жәрдем сұрасаң, Алладан жәрдем сұра дейді. Ең бірінші дұғаға бекем болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында да момын мұсылмандар жапа шекті. Момын мұсылмандар зұлымдықтың құрбаны болды. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Я Раббым Алла, Аллахумма ансурил муслимин ал-мустадафин деді. Яғни, я Раббым Алла, әлсіздігі себепті зұлымдыққа, залымдардың құрбандығына, езгісіне ұшырап жатқан, ұрынып жатқан момын мұсылмандарға жәрдем берші деп дұға жасады. Мені осы дұғаны жасауымыз керек. Біз ойлаймыз да, бір адам біздің қолымыздан келмейтініне тек қана дұға ғана деп бір өзін қорланған, дұғаға бір бейжай қараған адам сияқты айтып жатамыз да. Жоқ, олай емес. Дұға деген ең ұлы, ең үлкен жәрдем біле білсеңіздер. Дұға деген сондай ұлы нәрсе. Мәселен, Нух алейхиссалам бір ғана Рабби инни мағлубун фантасир, я Раббым Алла, мен жеңілдім, маған жеңіс бер деген бір ғана дұғасымен жер бетін топан су қаптатқан. Қазір әлемде ең күшті қаруының өзі цунами тудыратын, цунами пайда болуына себеп болатын ең күшті қаруының өзі ары кеткенде бір-екі қаланы ғана цунамимен су қаптатуға күш қауқары жетеді. Ал жер бетін су қаптататын бір ғана дұға болған. Сондықтан да бұл дұғаны біздің қолымыздан келмейді. Әлсіз біз енді тек қана дұға жасай аламыз деп емес, біз дұға жасаймыз дейміз. Біздің жасаған дұғамыз Аллах субханаху ва тағала, біздің жасаған дұғамыз себепті Аллах субханаху ва тағала біздің ақылымызға кірмейтін өзгерістерді жасайды. Соны түсінуіміз керек. Екінші мәселе. Неге осы Палестин-Израиль, Араб-Израиль конфликті әліге дейін бітпеге жатыр? Басталғанда 1947 жыл басталған болса, содан бері жалғасып келе жатыр. Неге бір жаққа шығара алмай жатыр деген сұрақ туындайды. Өйткені оның шешімін жасау үшін дұрыс қадам жасалып жатқан жоқ. Егер сол кезде өздерін естерін жинап, ғылым, технологияда дамып, медиген, химиген, физикасын, математикасын, дін маманы дінін, әркім өз саласының шыңына шығып,
сол жерде жаңалық ашып, содан жаңағы патенттеп, оны дүниеге әкеліп, оны не дейді, өмірге ұсынған кезде экономикасы дамығанында, онда қазір болып жатқан конфликттерге бір оқтың, яки болмаса бір соғыстың күшімен емес, әй, қой деген бір ауыз сөзбен ғана басуға, бір ауыз сөзбен ғана шешуге қауқарлар жететін жағдайға жететін еді. Неге? Өйткені ешқандай конфликт түсінуіміз керек, соғыспен шешілмейді. Конфликттің түбі келіссөзбен бітеді. Келіссөзбен бітеді. Ал келіссөз столында сіздің сөзіңіз өтімді болу үшін, онда сіз қауқарлы мемлекет болуыңыз керек. Қауқарлы мемлекетті құруыңыз керек. Сондықтан да, егер сіз жаныңыз ашитын болса, дүниенің қай жерінде жапа шегіп жатқан, зұлымдық көріп жатқан, ол мұсылман бола ма, мұсылман емес бола ма, қандай да бір адамзатқа жаныңыз ашитын болса, онда сіз өз салаңызға көңіл аударыңыз да, сол саланың ең биік шыңын ашыңыз. PhD ма, PhD-ді бітіріңіз. Профессор ма, профессорлікті алыңыз. Сөйтіңізді ғылым, технологияда жаңалықтар ашыңыз, сөйтіңізді соны өмірге алып келіңіз. Мемлекетіңіздің дамуына үлес қосыңыз. Мемлекетте, мәселен, жемқорлық бар ма, парақорлық бар ма, соларды жоюға атсалысыңыз. Сөйтіңізді сондай үлкен үлес қосыңыз, мемлекетіңіз қуатты болсын. Сол кезде мемлекетіңіздің басшысы оңай ғана, "Ей, қойыңдар" деген кезде солардың барлығы қоятын жағдайға жетсін. Міне осы бағытта жұмыстар жүргізілу керек. Осы бағытта жұмыстар жүргізілу керек. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи имам Муслим рivayet еткен хадисінде еді, "Әл-муъминул қауи хайрун ва ахаббун илаллахи минал муъминид даиф" деді. Күшті мұсылман деді. Күшті мұсылман дегенде білегінің күші емес. Ана кейбір адамдар тек қана спортсмендерге қарап айтады осы хадисте. Жоқ, білегінің күші ғана емес. Күшті мұсылман, яғни әрбір салада өз саласының күшті болған мұсылман өз саласында, сол саладағы әлсіз мұсылманға қарағанда Алла тағаланың алдында сүйікті және абзал деді. Сүйікті және абзал деді. Сондықтан да өзіңіздің салаңызда сүйікті абзал болуға тырысыңыз. Бұл бір. Екінші мәселе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва деді. Өзіңе пайдалы нәрсеге өте мұқият бол деді. Қараңызшы. Өзіңе пайдалы нәрсеге өте мұқият бол деді. Пайдасыз, бос нәрсемен уақыт өткіземіз. Келеміз де TikTok-та ашамыз, әртүрлі эмоцияға берілетін видеоларды тыңдап аламыз да, "Ай, неге ондай екен, неге мұндай екен?" Жоқ, олай емес. Өзіңізге пайдалы, уақытыңызды пайдалы нәрсеге жұмсап, энергияңызды пайдалы нәрсеге жұмсап, дұға қылып, Алла субханаху ва тағаладан сұрап, "Я Раббым Алла, сол жапа шегіп жатқан мұсылмандарға өзің жәрдеміңді берші" деп тұрып, пайдалы іспен айналысатын болсаңыз, онда Алла субханаху ва тағала сөзсіз сіз арқылы Алла тағала бүкіл әлемге пайдасын береді. Сіз арқылы бүкіл үмбеті Мұхаммадияға, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның үмбетіне пайдасын тигізеді. Бұл екі деңіз. Үшінші мәселе бір. Ол қандай мәселе? Бұл имам Мәхди шығатын кезде, ол ойлаймыз да, имам Мәхди шықса бүкіл түйткілдің бәрі, проблеманың бәрі шешілер екен деп. Жоқ, олай емес. Имам Мәхди шыққан кезде Дәджал шығады. Дәджал 40 күн жүреді, 40 күнде жер бетін бәрін аралайды. Ол кезде Құдай сақтасын, жүздеген миллион адамдарды опат қылады ол. Сондай бір үлкен сынақ келеді әлемге. Ана жердегі бір 3.000-4.000 адамның дүниеден өтуі жүрегімізді ауыртса да, ол жаңағы Дәджалдың шыққан кездегі болатын конфликттің алдында ол ерін болып қалады. Бір теңіздің бір тамшысы болып қалады. Ол Дәджалды жеңген кезде, барлығы қуанып жатқан кезде Яжуж Мәжуж шығады. Яжуж Мәжужге қарсы соғысуға, оларға қарсы тұруға ешкімде қауқар болмайды. Иса алейхиссалам көктен түседі, дұға қылады, "Я Раббым Алла, Яжуж Мәжужден бізді азат етші" деп дұға қылады. Сөйтіп Алла субханаху ва тағала Яжуж Мәжужге апатын береді. Сосын 7 жыл тыныштық орнайды. Сосын барып жер бетінде бітті, қиямет, ақырет болады. Бір 10-15-20 жылдан кейін болды, ақырет орнайды одан кейін. Мына жер атты планета жоқ болады, өзіңіз ойлап жатсыз ба? Жер атты планета жоқ болып кетеді. Сондай бір өте тез болатын жағдайлар болады. Сондықтан да оны күтіп, оны дұға қылып, оны шақыр деп ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірде айтқан жоқ. Бір адам келіп тұрып, "Я Расулалла, ақырет қашан болады" деп сұраған еді. Сен оған не дайындадың деді. Сен ақырет қашан болады деп сұрама, оған қашан болатынын басыңды ауыртпа. Сен оған ол күнге не дайындағаныңа қара деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал тағы бір нәрсе, бұл жерде айттым айтпадым ба сөзімде, айта кететін нәрсе, Ахли сунна уәл жама ақидасының көзқарасы бойынша бұл Мәхди деген тұлға, жаңа сөзіміздің басымыз айтқандай, кәдімгі туылып, аты Мұхаммед болатын, әкесінің аты Абдулла болатын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ұрпағынан шығатын бір адам. Ал шииттердің көзқарасы бойынша ол үңгірде тұрады. Үңгірде 14 ғасырдан бері жасырып жатыр. Сондықтан да шииттер басына іс түсетін болса, "Ой, Мәхди, шықшы, бізді құтқаршы мына проблемадан, мына түйткілден азат етші" деп Мәхдиге жүгініп жатады шииттер. Шииттер солай Мәхдиге жүгінеді.
Ал сүнниттер олай Махдиге жүгінбейді. Ахли сүнна вал жамаатында ондай көзқарас жоқ. Бұл бір. Екінші, анау бидеп жылап тұрған сәбилер, бұлар сүннит балдар емес. Бұлар ал мына балаларға келетін болсақ, бұлар білуімше, адаспасам, мына Ливанда мемлекетке бағынбайтын, әлемнің көптеген елінде экстремистік ұйым деп танылған Хезболла атты ұйымға қарайтын мектептен тәлім алған балалар бұлар. Хезболла атты ұйымға қарайтын мектептен тәлім алған балалар. Сондықтан да бұндай видеолар таратпаңыздар, бұл видеоларға мән бермеңіздер. Ахли сүнна вал жамаа ақидасында, сүнниттердің көзқарасында жаңа айтып өткеніміздей бұндай нәрселер істеу жоқ. Алла субхана ва тағала ақиқатты ақиқат деп біліп, оған еруді, жалғанды жалған деп танып, одан жерінуді жазсын Алла субхана ва тағала. Кейін эмоцияға берілмеу керек. Эмоциямен істеліп, анан эмоциямен сөздер айтып, Құдай сақтасын, ислам шариғатына қайшы келетін, біреудің өміріне зиян беретін, яки болмаса көңіліне зиян беретін сөздер айтып, сондай бір ауыр нәрселер жасамау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманында, мәселен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманында қандай жапа шегіп жатқан кезде Алла субхана ва тағала момын мұсылмандарға өзге дін өкілдерінің құдайларына тіл тигізбеңдер деді. Өзге дін өкілдерінің құдайларына, сыйынып жатқан пұттарына, тастарына, тасты құдай дейтін еді. Соған тіл тигізбеңдер деді. Неге? Өйткені олар білімсіздікпен сендердің Раббыңарың Алла тағалаға тіл тигізіп қояды деді. Сондықтан да Алла сұлы Құранда айтты осы нәрсе. Сондықтан да осы нәрселерге мұқият болайық. Әрқашан сөйлейтін сөзімізге, істейтін іс-әрекеттерімізге мән берейік. Әрқашан бейбітшілік деген, осындай кездерде бейбітшілік атты, елдің тыныштығы, амандық атты нығметтің қаншалықты ұлы нығмет екендігін ұғынамызды. Қаншалықты ұлы нығмет екенін түсінемізді. Алла субхана ва тағала мына әсіресе Қазақстанымызды бәле жаладан, ірткеден, сыртқы жаудан, ішкі жаудан сақтасын. Алла субхана ва тағала елімізге тыныштық, амандық, ынтымақ, құт, береке берсін. Және бүкіл мұсылмандарға, және бүкіл адамзатқа тыныштық берсін. Алла субхана ва тағала езгіде жатқан, зұлымдардың, залымдардың қиыншылығында жатқан момын мұсылмандарға жәрдем берсін. Бастарынан қиыншылықтарын көтерсін. Раббана ла тузиг қулубана бa'да ид хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб би рахматика я архамур рахимин.